Әжесі барлығына Миранды кінәлайды. Солтан Миран кінәлі емес, бұл жерде Раян кінәлі, деп Раянды ортаға тығып жібереді. Раян, мен кінәлі емеспін, бұндай болатын ойлаған жоқпын дейді. Насух Элифті келін ретінде қабылдамайтынын айтады. Хазар Элифті жұбатады. Миран Раянға, мен саған сенемін, сонда да маған айтуың керек еді дейді. Оларға да бір мүмкіндік беріп көрейік деп Миранды сабырға шақырады. Азат Элифті өз бөлмесіне алып келеді. Екі отбасы татуласу үшін ғана үйленгендерін ойлайды. Және Азат Элифті мүлдем сүймейді. Түн ортасында Азиза, адамдарын жинаңдар, шадоғылардың үйіне барамыз деп айқайлайды. Әже, сен үйде қал, мен өзім алып келемін деп кетіп бара жатқанда, Раян Миранды сабырлыққа шақырып тоқтатады. Насух Азизаға әдейі хабарласып, сенімен екінші рет құда болу бұйырыпты, тойда екеуміз билейміз деп үстінен күледі. Миран мен Раян болса, әр сәттен ләззат алып, өз бөлмелерінде әдемі музыкаға вальс билейді. Миран көзін ашса, әжесі айқайлап жатыр екен. Далаға жүгіріп шықса, әжесі қол жинап шадоғылардың үйіне бара жатыр екен. Барлығын тоқтатып, Элифті өзім алып келемін деп кетіп қалады. Нағашы әжесі Раянды оятып, Миранның артынан баруын айтады. Жолда Фрат оны үйіне алып барады. Жатырда Ханифе Миранға көмектеседі. Миран Элифті тауып, машинасына отырғызып қояды. Осы кезде Раян келеді. Азат Элиф жоқ деп үйден шықса, Миран қастарында тұр екен. Әйелім қайда деп Азат ашуланып бір-біріне қару тақайды. Арғы жақтан Азиза да келеді. Мына жақтан Насухтар да не болып жатыр деп барлығы шығады. Элиф әжесіне шарт қояды. Кек алу ойыңнан бас тартасың, немесе мен осы жерде қаламын дейді. Азиза қатты ашуланып, Дилшах пен өзінің баласын қалай өлгенін айтып береді. Бұл Миранға өте қатты соғады. Кек алу ойымнан бас тартпаймын деп Элифті сол жерге тастап кетеді. Азат сені сүймейді, саған зиянын да тигізбейді дейді. Миран қатты ашуланады. Раян Миранға, жаңа әжең полиция келді деп айтты. Жүр, полицияға барып бірдеңе табармыз деп Миранды сабырға шақырады.